Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Педагог психологтың ақпараттық технологияларды қолдана отырып, психологиялық қызмет көрсетудің тиімді жолдары туралы айтатын боламын. Өзіміз көріп тыңдап жүрген жастар, тәрбие, ата-ана, отбасы, мектеп, қарым-қатынас, неке, саясат, идеология тағы басқа проблемаға байланысты берілген теледидар хабарларында психологтың жиі араласатынын көріп жүрміз. Демек, психологтың бүгінгі қоғамда алатын рөлін ерекше сипаттайды. Ұстаздар қауымының сенімді көмекшісі, білімге ұмтылған әр баланың ішкі жан дүниесін түсініп, танымдық деңгейлерінің дамуына бірден бір ықпалын тигізіп, оларды өмірге психологиялық жағынан дайындайтын мектеп психологтары. Мектеп психологының жұмысын бүгінгі таңда мектепке, балаға, мұғалімге, ата-аналар үшін қажет екендігін айқын көрініс тауып отыр. Мектеп психологын қоғам қалай қабылдайды? Осы сұраққа жауап беріп көрейік. Жалпы қоғамда психолог маман туралы дұрыс анықтама қалыптаспаған. Мектепте психологиялық қызмет көрсетудің барысында ата-аналар тарапынан түсінбеушілік, қиындықтар болып жатады. Психолог маманы менің баламен жұмыс жасаса, демек баламның ақыл-ойы кемсіз. Немесе психологпен жұмыс жасайтындай балам жынды емес деген теріс ұғым болады. Сол себепті оқушылар психолог маманына қай уақытта, қашан жүгіну керек екенін білмей, эмоционалды күйлерін асқындырып алады. Сол себепті оқушылар психолог маманына қай уақытта, қашан жүгіну керек екенін білмей, эмоционалды күйлерін асқындырып алады. Психолог мамандары психодиагностикамен айналысады. Студенттер мен оқушылардың қабілеттері мен тұлғалық ерекшеліктерінің белгілі бір әдістерін қолдану арқылы психологиялық портрет негізінде оқытуға жеке көзқарас құралады. Сондай-ақ олар түзету және дамыту жұмыстарын жүргізеді. Олар балаларға басқа мәселелерді, қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Қажетті қабілеттер мен қасиеттерін көрсетеді. Мектеп қабырғасында жұмыс жасайтын заманауи мектептегі мектеп психологына балалардың жүрегіне және жан дүниесіне өту кілті берілді. Балалар болашақ студенттер, болашақ ұшқыштар, дәрігерлер, мұғалімдер, болашақ олар да психологтар. Олар бүгін кімдер? Тек заманауи мектеп оқушылары ма, әлде біздің әл-ауқатымыздың кәсіби болашақ мамандарымыз ба? Және еш нәрсеге қарамастан, біз оларға сезімталдық пен мейірімділік беріп, олардың кез келген бастамасын әрқашан түсініп, қолдайтындығымызды, бізге сенім арталатынына көз жеткізуіміз керек. Дәл қазіргі уақытта ол үшін таптырмас құрал ақпараттық технологиялар көзі. Ақпараттық технологиясы объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы және жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс. Біз психологтар жаңашыл, жан-жақты технологияны меңгерген әмбебап маман болуымыз маңызды. Заманның талабына сай белсенді, ақпаратты дұрыс жеткізе алатын қабілетті шыңдап, шығармашылық шеберлікті қосу. Ол үшін сізге қосымшалар, әлеуметтік желілерді белсенділік керек. Әрбір психолог маманында болу керек құралдар, жеке электронды түрде визитка, мектептегі дәлізде плакат түрінде болу қажет. Психологиялық қызмет парақшасы, ол Instagram, Facebook әлеуметтік желісі болуы мүмкін. Сенімді байланыс нөміріңіз, әрине ол WhatsApp аккаунты. YouTube желісі де тағы басқа әлеуметтік желілер сіз үшін бүгінгі күнде
психологиялық қызмет көрсетудің тиімді таптырмас құралы болып саналады. Иә, қазіргі қоғамда балалар арасында интернетке тәуелділік өршіп тұр. Смартфоннан бас алмайтын балалардың көбі кибербуллингке ұшырап, телефондағы ойындарға тәуелділіктің әсерінен психологиялық ахуалы қиын болып тұр. Жылдамдығымен, арзандығымен, ауқымдылығымен ерекшеленеді. Ғаламтордың қоғамға деген берері көп сияқты. Бірақ пайдасымен қоса зияны да қатар жүретін ғаламтор жас ұрпақты өзіне тәуелді етуде. Телефонға тәуелділік бүгінгі күннің басты проблемалардың бірі болып табылады, және де бүгін Жұмабек Тәшенов орта мектебінің оқушыларынан бүгін біз сұхбат алып көреміз. Сіз өміріңізде не нәрсесіз елестете алмайсыз? Мен өмірімді телефонсыз, мен өмірімді музыкасыз елестете алмаймын. Мен телефондағы WhatsAppсыз өмір сүре алмаймын. Токсыз өмірімді елестете алмаймын. Мен өмірімді теледидарсыз елестете алмаймын. Мен өмірімді телефонсыз, яғни Google-сыз елестете алмаймын. Бабына байланысты компьютер, интернет және де ұялы телефон міндетті түрде. Сол себепті психолог маманы дәл қазіргі ақпараттық технологиялардың дамыған заманында психологиялық қызметте қызықты контент жасап, ата-ананы, оқушыны әрбір проблемаға назар аудартып, шығу жолдарын көмекке көрсету қажет. Расында, мен бұны жек көрем. Адамдар өздерінің телефонында 7-8 сағаттарын өткізеді. Бұл шынымен де миға қонымсыз. Өміріңді босқа өткізу. Және бұл мені қорқытады, әрі алаңдатады. Мен шынымен де болашақтың қандай болатынын ойласам, миыма барлық жаман көріністер келеді. Бірақ мен үміттенемін. Бұл менің қорқыныштарымның бірі деп. Тек қана менің қалайтыным, адамдар бұл туралы аз да болса ойланса екен. Себебі әр нәрсенің пайдасымен қоса зияны да болатынын ұмытпаған жөн. Бірақ осыған қарамастан біз сондай тәуелдіміз. Айтқым келгені, өмірін өз қолында. Қазағым, елім, қайқайып белің сынуға тұр таянып. Талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып. Қателіктер тәжірибеге айналғанша ертеңіме күте тұрсыншы дегім келді. А сегодня уже просто ничего не делают. Так от чего такая зрелость? Мендегі атма, бәріне де қол жетімді. Күнде жүріп жай қалма, соңында өкіні. Мен қолымнан келгенін істедім, кезекті менің басты істер. Үштік одақ қалай жұмыс жасағанда нәтиже береді. Психологтар жалпы қоғамның дұрыс дамуына, әсіресе әрбір адамның сыртқы ортаға бейімделуіне, өзін түсінуіне, іс-әрекетінде нәтижелі болуына көмектеседі. Психологты дәл қазіргі уақытта ата-аналар, оқушылар дұрыс сенімді тұлға ретінде қабылдаған жағдайда, әр бала үшін, әр ата-ана үшін заманауи қазіргі трендтегі кейіпкерлер, медиатор, реттеуші, қолдаушы рөлінде қабылдап, бұрынғы психолог маманын қабылдаудағы түсінікке өзгеріс жасауға болады.
Олай болса, мен өз тәжірибемде ақпараттық технологиялар арқылы психологиялық қызметті қалай тиімді көрсету жолдарын ұсынамын. Сәлеметсіздер ме балалар? Иә, қалайсыңдар? Балалар, жалпы сіздерге психолог маманы ұнай ма? Иә, несімен ұнайды психолог маманы? Проблемаларды шешіп береді екен, жақсы, тамаша. Саған не үшін ұнайды? Ойын ойнаймыз, иә? Ойын ойнаймыз, иә? Сіздерге боламын, яғни қабілет диагностикалы. Осыны оқып, қазір танысасыздар, содан кейін қалай кіру керек екенін білетін боласыздар. Сосын осы неге сайт арқылы тапсыра берсеңіздер болады, қарап, иә? Тамаша, олай болса осыны алып таныстыратын боламыз. Қабілет KZ сайтындағы тапсырмалар, тест сұрақтары ұнады ма? Иә, ішінде логикалық сұрақтар мен тағы да басқа сұрақтар бар екен. Ал енді осы тест тапсырмаларын орындаған кезде сізге қандай қиындықтар кездесті? Қазақ тілінен кейбір тапсырмалар қиын болды. Иә, сосын суреттерді ажыратып табу қиын болды. Ал жақсы, сол қиындықтарды түзету үшін алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Сен келісесің ғой, иә, соған? Иә, бұл жерде біз қазір ертеңнен бастап шынығып үйренеміз, жаттығып үйренеміз, суреттерді тауып, логикалық сұрақтармен көбірек жұмыс жасайтын боламыз. Иә? Сондықтан да алдағы уақытта енді сізден үлкен нәтиже күтетін боламын. Дарын, бұл саған несімен ұнады? Бұл қабілет KZ тесті, диагностикалық тесті. Енді тіркелдім. Ал мынау телефонда босқа ойын мен уақыт өткізгеннен бұл тест жақсы ма, әлде ойын жақсы ма саған? Тест.
Қане, аламыз. Жаздық па? Ақ жүз жаздық па? Болдық па барлығымыз? Енді келесі. Балалар, келесі бетіне қойыңыз. Келесі бетіне. Жазып болсақ, мына бетті аударамыз. Өзіміздің менің отбасым деген тақырыпта. Балалар, мен сіздерге қазір нұсқаулықты айтайын, иә? Тыңдаңыздар, бұл жерде отбасын деген отбасын екендер, оған тек қана өзінің үйіндегі отбасын ата-анамен бірге тұратын адамдар ғана келеді. Сондықтан да дәл қазір сол тақырыпта сурет саламыз және де бір-бірімізден қарап жүрмейміз. Әркімнің өзінің фантазиясымен өзінің отбасын белгілеп шығарады. Бола берсін. Ол міндетті түрде сіздің отбасыңыздың мүшесі ғой. Сіздің отбасыңызды үйде сіздің ата-анаңыздың баласы болып есептейді. Студент болса да мейлі, оны саласыз. Жақсы ма? Бір-бірімізден көшірмейміз, бір-бірімізден қарамаймыз. Әркімнің өзінің фантазиясы. Бір ескеретін нәрсе, бұл жерде сіздердің суретті жаман немесе жақсы салды деген ол бағаланбайды. Тек бұл жерде сіздерді өзіңіздің отбасыңыздың суретті ғана бағаланған болды. Түсінікті ма? Мен сурет сала алмаймын, мен адам сала алмаймын деген ол бағаланбайды, ондай ескермейді ондай. Қалай болса да сала беріңіз. Оған мен 5-10 деген баға қоймаймын. Бұл жерде сіздер менің отбасым деген тақырыпта әркім өзінің отбасын салу керек. Назарларыңызға рахмет.